Аллаху субхану ва таала адамзаттан екі үлкен сертті алған. Бірінші Алланың бір екенін, екіншісіне пайғамбар келсе, соған иман келтіріп, соған ересіңдер деген. Әрбір пайғамбар өзінің үмметінен серт алған. Пайғамбар келсе, соған иман келтіріп, соған ерласыңдар деген, соның жолында жүресіңдер деген. Бүкіл пайғамбарлар дұға қылды, тек қана кімнің дұғасы қабыл болды? Иса алейхиссаламның дұғасы қабыл болды. Ол үмметіл Мұхаммадты не қылды? Көреді. Ал басқа пайғамбарлардың бәрі әлбетте пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды көрді. Исра кешесінде білесіздер, сол кезде бүкіл пайғамбарларға пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам не болды? Пайғамбар намазға өтіп, имам болып өтті. Бүкіл пайғамбарларды Аллаху субхану ва таала Алланың ілімменен, құдіретімен болған нәрсе бәріне имамдыққа шығып, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам не қылды? Намаз оқыды. Ал Иса алейхиссалам не? Сол жаңағы Мысырда бір христианмен тартысып қалғанда айтады маған, сен айтасың дейді, Мұхаммад ең ұлы адам дейсің. Адамзаттың бүкіл мақлуқтардың ішінде Алланың сүйген пендесі кім ол? Мұхаммад алейхиссалам. Сондықтан Аллаху субхану ва таала өзінің зікірінен кейін пайғамбарды қосқан. Аршыны айтқан жоқ. 5 уақыт намазда аршыны айтасың ба? Курсиді айтқан жоқ. Жаброил, Микаил, Исрафилді айтқан жоқ. Ибрахимді айтқан жоқ. Кімді айтты? Ашхаду алла илаха иллалла дегеннен кейін Ашхаду анна Мұхаммад Расулулла. Өзінің есімінен кейін барып пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды не батыр? Есімін қосып жатыр. Алғашқы пайғамбар дұға қылса, пайғамбар алейхиссалам оны сұрамай жатып Аллах тағала берді. Муса алейхиссалам: "Рабби шрахли садри ва яссирли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули" деді. Раббым, менің көңілімді кеңейте көр, жұмысымды жеңілдете көр, тілімдегі түйінді шеше көр, адамдар сөзімді түсінсін деді. Муса Алладан сұрап жатса, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам Раббимізден сұрамай жатып, Аллаху субхану ва таала: "Алам нашрах лака садрак ва вадана анка визрак аллази анқаза захрак" сенің көңіліңді кеңейтіп қоймадық па? Алам нашрах лака садрак ва вадана анка визрак беліңді қайыстырған жүкті жеңілдетіп па дейді. Ва рафана лака зикрак сенің зікіріңді көтеріп қоймадық па? Алладан кейін пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам не қылса есім айтылады. Жаңағы Масихи айтады, Мұхаммад нең абзал болса, ол нағып келмейді дейді жаңағы. Иса келген сияқты дейді. Мен айттым, ол келіп не қылады? Баллаға амана, аманатты жетті, бәрін жеткізіп, пайғамбар алейхиссаламның жүрегіндегі арманы орындалды да, Раббил Иззаның алдына не қылды? Кетті. Сахабаларды тәрбиеледі, сахабаларға айтты, пайғамбар не деді? Аллах тағала пендесінен сұрады, осы дүниеде біраз қалуын, немесе Раббил Иззаның алдына қайтуын деді. Пендесіне деді, Раббил Иззаның алдына қайтуды ықтияр қылды деді. Сонда Абу Бакр Сиддиқ сахабалар жылады, пайғамбарымыздың бұл дүниеден өтетінін жөнінде. Міне. Ал енді ол Иса алейхиссалам арманда кетті. Муса алейхиссалам сондай пайғамбар болуыменен мына неге кіре алмады? Ақса мешітіне кіре алмады. Қауымы қорқыпты. Қауымы қорқыпты. Анаған кірейік деген не деді? Муса, сенің Құдайың екеуің барып соғысыңдар, сендер женсеңдер ғана біз барамыз деді. Сонда 40 жыл адастырды. Ана әптен Фирауынның несіне қалып кеткен? Жаңағы соның қол астында езіліп қалған, қорқақ болып қалған қауым, оны жоқ қылу керек болды. Жаңада мынау біздің не сияқты адырда өскен бір еркін бір халық келу керек болды. Сол кезде Муса алейхиссалам қайтыс болып кетті. Иса алейхиссаламды Аллах тағала аспанға көтерді. Оны жаңағы Румның нелерін алып келіп өлтірмек болған кезде. Оны ешқайсысы бүкіл пайғамбарлардың жүрегіндегі болған арманды пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам не қылды? Орнатты. Кейін кетті Алланың рахматына. Ол келудің керегі жоқ еді.
Иса алейхиссалам арманда кеткендер, Аллах Тағала ол кісінің дұғасын қабыл қылып, бұл дүниеге келуге не қылды? Ирадасыменен рұқсат берілді. Қияметке жақындағанда Исаның түсуі ол қияметтің үлкен бір дәлелдерінен.